Маған бұрылып қарап, басын қисайта бұрып, маған қырылдаған дауыспен, ондайды қорқынышты кинолардан көрген боларсыз. Ол қорқынышты кинолар адамдардың басынан өткен оқиғаларға аздап болса да негізделген. Ол қорқынышты киноларда азғантай болса да өмірден алынған. Ол киноларды қараңыздар деп айтпаймын, бірақ бұл киноларда жынға қатысты деректердің кейбірі өмірден алынған. Ол қырылдаған дауыспен мысқылдап сөйледі. Жаман көзбен қарап, көз қарасынан тәкаппарлық байқалады. Сөйтіп, «Сен оны өлілердің арасынан алып келесің бе?» деді. Дәл осылай айтты. Мен қаттым да қалдым. Араларыңызда жындар әлеміне сенбейтіндеріңіз бар ма? Жындарды жоққа шығаратындар бар ма? Әлхамдулилля, олардың бар екенін сіздерге дәлелдеп отырудың қажеті жоқ екен. Әрі Құран мен сүннетте жындар туралы нақты баяндалады. Жындардың ақиқаттығы, олар да Алла тағаланың жаратылыстары, оттың жалынынан жаратылған. Алла тағала деді. Мәридж дегеніміз оттың түтінсіз таза алауы. Оттың түтінсіз бөлігі ауа сияқты. Оны көре алмайсыз. Егер ұстауға тырыссаңыз, ұсталмайды. Оттың жалынын саусағыңызбен жылдам ұстап алсаңыз, саусағыңыз күймейді. Міне, арамыздағы жындар да сондай. Кей адамдар жындардың денесін адамның денесі сияқты деп ойлайды. Адамға жынның кіруі мәселесін қабылдай алмайды. Бір дене екінші бір денеге кіре алмайды, дейді. Алла тағала Әл-мәс дегеніміз иелік ету, иелену, түсінікті ғой. Неге жын олай істейді десеңіз, оған бірнеше себептер болуы мүмкін. Кей кездерде жын біреуге кіріп кетіп жатады, немесе бір зиян жеткізіп жатады. Оның басты себебі ол адамға басқа біреудің жасаған сиқыры, дуасы себеп. Сиқыршылар жындарды қолданады. Астағфирулла, жоқ. Жындар сиқыршыларды өздерінің қалауларын жасату үшін қолданады. Сиқыршылар жындарды басқара алмайды. Сиқыршылар жындарға қызмет жасайды. Олар құрбандықтарын жынға шалып жатады. Жындардың талаптарын орындайды. Сиқыршылардан сұралынатын алғашқы нәрсе Аллаға күпірлік ету. Қандай дінде болса да, ол діннен шығуды бұйырады. Мен кемінде 22 сиқыршымен кездестім. Бүкіл нәрсені кітапқа жаздым. Сонда, иншалла, тәубе еткен сиқыршылар туралы, бастарынан өткен оқиғалары, жынды қалай шақыратындары, жындар оларға қандай нәрсені әмір ететіндері туралы баяндалатын бірнеше кітаптар бар. Бүгінгі күні солардың ішіндегі ең танымал кітап Шамсул Мағариф. Амазоннан сатып ала аласыздар. $9 тұрады. Астағфирулла, жарнамалап отырғандай болдым ғой. Жарайды. Ол кітапта сиқыршы болудың жолы баяндалады. Оларға қойылатын алғашқы талап өздерінің қасиетті кітаптарын алып, ешкім жоқ жерге, үңгірге барып, немесе әғузу билля, Құранға әдепсіздік жаса деген сияқты, 40 күн, 30 күн бойы намаз оқыма деген сияқты жынның айтқанын орындайды. Кейін жын олардың көз алдарына көрінеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға көрінгендей бір бейнеде болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оларды өз кейіптерінде көретін болған. Сондай-ақ Абу Хурайра радиаллаху анхуге де адамның кейпінде көрінген. Абу Сағид аль-Худри ешкінің кейпінде, ешкінің аяғын көрген. Ол былай деген: мен жынды көрдім. Ол осында киімін қалдырып кетіпті. Кейін жын былай деді: біз саған зиян келтіре алар едік, сен өте мықты рудан екенсің деген. Абу Сағид оған: жөніңмен кет, валлахи, ешқандай зиян келтіре алмайсың, маған еш нәрсе істей алмайсың дейді. Бұл хадисті имам Муслим рахматулла жеткізеді. Бұның бәрі сыртқы көріністері. Бұлар бұны не үшін істейді? Зиян беру үшін. Олар кей мәселеге қатысты зиян келтіре алады. Сонымен жындардың сыртқы әсері болатыны анық болды. Сырттай әсер ете алатынын түсіндік. Бір оқиғаны айтып берейін. Коронада болғанда бірде бір қарындасымызды адамдар алып келді. Біз мешітте едік. Сағат түскі 2-де іс-шара ұйымдастырып жатырғанбыз. Жаңағы қыз дірілдеп, қиналып, шыңғырып жатты. Мен бұлардан: бұған не болған деп сұрадым. Олар: біз бір жиында едік. Ол қыз арамызда отырған еді. Арамызға жел сияқты бір нәрсенің ескенін сездік. Кейін бұл қыз осындай халге түсті, деді. Аяттарды оқыдық, байқағанымыз оған жын тиген екен, ішіне жын кірген. Біреу серуендеп жүрген кезінде шапалақпен басынан қойып қойған сияқты. Бірақ олар жайдан-жай ешкімге зиян бере алмайды. Қате түсініп қалмаңыздар. Адамдарға жындар жайдан-жай еш нәрсе істей алмайды. Кетіп бара жатқан адамның басынан біреу қойып қалған сияқты. Адамның ішіне жынның кіру мәселесіне қатысты көп адамдар дұрыс түсінбейді. Бұл қалай бір денеге екі дене кіреді?
қалай кіреді, қалай шығады. Бірде Расулулла саллаллаху алейхи вассаламға бір баланы әкеледі. Оның әкесі: «Я Расулулла, бір қиындықтар пайда болды. Балам біртүрлі болып кеткен, шыңғырады, қарсыласады» дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Фатиха сүресінің аятул курсиді оқып, баланың аузын ашып былай дейді: «Ухруж дегеніңіз не? Шық, ей Алланың дұшпаны» деп 3 рет айтады. Ол риуаятта бала орнынан тұрып, бала қатты ауырып жатқан еді. Кейін оянып, «Мен пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның үйінде не істеп жүрмін» дейді. Бала пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның үйіне қалай келгенін білмеген. Пайғамбарымыз 3 рет «шық» дейді. Не нәрседен шық? Жын сыртта болса, шық сөзін қолданбас еді. Солай емес пе? Бұл Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбарымыздың бұл айтуын дәлел ретінде аламыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мен өзге сахабаларға қатысты басқа да жағдайлар орын алған. Оларға Құран аяттарын оқыған. Енді мына мәселені қараңыз. Денеміздегі кей жерлер жынның кіретін есіктері. Басқа бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабасының көзінен байқап, бағанағы сөздерді қайталап Құран аяттарын оқиды. Кейін ол сахаба ұйқыдан оянғандай болып толығымен босайды. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оны үйіне апарыңдар дейді. Біздің көрген оқиғаларымызға ұқсас хабарлар хадистерде кездеседі. Өз басымнан өткен оқиғаны айтып уағызымды аяқтаймын, иншалла. Мен бұл мәселеге қатысты жынды жоққа шығаратындармен, жынның болмысын терістейтіндермен, немесе сиқырға қатысты ешкіммен сөз таластырғым келмейді. Эльхамдулилля. Себебі бұл нәрселерді 20 жыл бойы көріп келемін. Жын кірген, жынданғандардың 200-ден астамына куә болдым. Бірде бір шейх маған жын деген жоқ дейді. Сөйтіп оны бір әйел адамға апардым. Сөйтіп ішіне жын кірген әйелге апардым. Олардың үйіне кірдік. Күйеуі жерде отырды. Өз көзіммен көрген оқиғаны сіздерге айтып отырмын. Біреу емес, өзім куәмін. Ілестіріп келген шейх диванға отырды. Қырағаты мәшалла, Бусари сияқты оқиды екен. Әйел жерде отырды. Күйеуі әйелінің басына қолын қойды. Шейх Құран оқи бастады. Ол Құран оқып бастағанда әйел жерден қалықтап, диванның деңгейіне дейін көтерілді. Ауада қалықтап тұрды. Әйелдің ішіне 3 жын кірген. Күйеуі, әйелі және баласы. Олар өзара сөйлесе бастады. Жаңағы шейх Құран оқып жатып, ол әйелді көргенде, ауаға көтеріліп жатқанын көргенде, қолдары дірілдей бастады. Қатты терлей бастады. Кейін әйелдің ішіндегілер айқайлай бастады. Олар ислам туралы таласып жатты. Себебі мен ол жындарға ислам туралы бірнеше рет айттым. Мұсылман болуға шақырдым. Біз мұсылман болғымыз келмейді, біз сиқыршыларға зиян бергіміз келеді, деді. Әйел диванның деңгейіне дейін көтерілді. Шейх қолмен оны төменге итере бастады. Бірақ ол төменге түспеді. Мен олардың шет жақтарында отырған едім. Себебі не болатынын біліп отырдым. Сөйтіп шейх, субханалла, мен оған не оқу керектігін айтқан едім. Ол оны оқымай басқа сүрені оқыды. Сол кезде жаңағы әйелдің басы толығымен 180 градусқа бұрылды. Уаллахи. Кейін әйелдің көздері бақырая ашылып қып-қызыл болып кетті. Әйел шейхқа қарап айқайлай бастады. Шейх аяғымен оны теуіп жіберді. Бәрі құрсын, кетейік бұл үйден, кетейік бұл үйден, деді. Кейін жынның хақ екеніне куәлік етемін, бірақ бұдан бұлай бұндай ортаға енді жоламаймын, деді. Енді бұларға жоламаймын, дейді. Көптеген адамдар көрмегенін терістеуге тырысады. Иманның барлық шарттары ғайып, барлық адамға сөзбен дәлелдеп отыра алмайсыз. Өз көздерімен көрмейінше терістей береді. Бізге бұл тақырыпта сөз таластырудың қажеті жоқ. Бірақ ақиқат, әр қашанда ол ақиқат. Өзіміз куә болдық, көптеген оқиғаларға куәгерміз. Егер сіз де өз көзіңізбен көргіңіз келсе, иншалла Калифорнияға келіңіздер, сіздерге де көрсетемін.